Бізде сол группада дейді, кураторымыз ақша жинап жатыр дейді. Ақша берсек, зачеткамызды қойдырып береді дейді. Бесің деді, 10 мың теңгеден ба, осыны сөйтіп бір айтқан еді осы өткен жылы. Соны берсем бола ма, болмай ма дейді. Кейін бауырым айттым, онда беруге болмайды саған. Ол айтады, оны бермесем, мені 2 қояды дейді. Мен айтылады, бауырым, сен әрекет жаса. Қаңғырып, ұйықтап жүре берме жатақханада. Себебін жаса. Кітапты жаттап ал. Астын сызып тұрып дайындал. Мына білім аманат маған. Ертең мен осының маманы болып шығуым керек. Ертең Құдайдың алдынан сұра аламын осы кәсіптен мен. Деп себебін жаса. Сөйтіп тәуекел Аллаға деп кір жаңа емтиханыңа. Сол кезде де шынымен 2 қойып жатқан болса, сен Алланың алдында 5 алдың бірақ. Құдай сақтасын, қазір адамның алдында 5 алып, ертең Алланың алдында 2 алған не керек ол? Алла бәрін көріп тұр, сен әрекет қылдың. Ал Алланың алдында иншалла саған 5 деген бағаласын. Өйткені сен себебін жасадың, жаттадың, жатпадың, тұрмадың, әрекет қылдың. Міне біздің дініміз осыған бұйырады. Иә?